Сәлем оқушылар, видеоға лайк басып, коммент жазып, каналға тіркеліп кетіңіздер, видеоны достарыңызға таратыңыздар. 10 сынып физика 390 БЖБ1. Бірінші тапсырма: екі бірдей заряд ауада бір-бірінен 0,5 метр қашықтықта 1,2 оның -4 дәрежесі ньютон күшпен әсерлеседі. Ең бірінші асы зарядтардың шамасын есептеңіз. Жалпы бізде зарядтардың шамасын қалай анықтаймыз? F тең K Q-дің квадраты бөлінген R квадрат болады. Осы жерден Q-ды табатын болсақ, ол менде FR квадрат бөлінген K болады. Енді біздегі F деп отқанымыз 1,2 оның -4-ті көбейтемін R-дің квадрат 0,5-дің квадратына. Оны бөлемін 9 көбейту 10-ның 9-ға. Енді осыны есептейтін болсақ, бізде 5-те 75 көбейту 10-ның -9 дәрежесі кулон болады. Ал енді осында осы екі заряд электрик өтімділігі Е сұйыққа бір-бірінен 0,5 метр қашықтыққа орналастырады. Зарядтардың арасындағы әрекеттесу күші қалай өзгеретінін сипаттаңыз. Бізде жалпы I әрекеттесу күші ол ең бірінші былай болады. F тең K Q-дің квадраты бөлінген эпсилон R квадрат болады. Әрекеттесу күшінің өзгерісі мынау диэлектрик өтімділікке байланысты. Ал енді келесі. Бізде зарядтар диэлектрикке бір-бірінен 0,12 метр қашыққа өзара 1,5 оның -5 дәрежесі ньютон күшпен әрекеттеседі деп алып, сұйықтың диэлектрик өтімділігін анықтаңыз. Жалпы F тең K Q квадрат бөлінген эпсилон R квадрат. Осы жерден диэлектрик өтімділікті анықтайтын болсақ, ол менде K Q квадрат бөлінген FR квадрат болады. Біздегі K дегеніміз тұрақты нәрсе, 9 көбейту 10-ның 9 дәрежесі. Ал Q-дің квадраты ол зарядтың шамасы. Біз тапқан мынау 5-те 75 10-ның -9 дәрежесінің квадраты болады. Бөлемін F деп отқан күшіміз ол бізде 1,5 10-ның -5 дәрежесі болады. Ал R квадрат дегеніміз 0,12-нің квадраты. Енді осыны есептейміз. 1,35 болады екен. Кетіп келесі. Әр аттас зарядталған пластиналар арасында зарядталмаған өткізгіш шарды орналастырып, көрсетілген бағыт бойынша қозғалысқа келтірсе, қандай өзгерістер болатынын тұжырымдаңыз. Электр өрісінде зарядталған денелерге кулон күші әсер етеді. Оң заряд күшінің бағыты электр өрісінің бағытымен сәйкес болады да. Теріс зарядталған денеге әсер ететін кулон күшінің бағыты электр өрісінің бағытына қарама-қарсы болады. Кернеулігі 1,2 нанокулон біртекті электр өрісінде заряды 3 микрокулонға тең тоңазы. Кернеулігі 1,2 нанокулон біртекті электр өрісінде заряды 3 микрокулонға тең тозаң тепе-теңдік қалпын сақтаған. Тозаңның массасын анықтаңыз. Электр өрісінің күш сызықтарының бағытын көрсетіңіз. Бізде жалпы E тең F бөлінген Q формуласы бойынша біздегі F-қа ауырлық күші mg аламыз, бөлінген Q. Осы жерден массаны есептейтін болсақ, E көбейтілген Q бөлінген G болады. Так, біздегі E деп отқанымыз 1,2 көбейтемін. Q деп отқанымыз 3 10-ның -6, G деп отқанымыз ол 10-ға тең болады. 3-ті 1,2 көбейтсек 3-те 6 10-ның -7 дәрежесі килограмм болады. Так, кетіп келесі. S1 конденсаторы бір-бірінен 4 мм қашықтықта орналасқан қырының ұзындығы 10 см шаршы түріндегі жазық параллель пластиналардан тұрады. Ал S2 конденсаторы бір-бірінен 1 мм қашықтықта орналасқан қырының ұзындығы 5 см шаршы түріндегі жазық параллель пластиналардан тұрады. Осы конденсаторлар сыйымдылықтарының қатынасын анықтаңыз деген. Енді бізде S1-дің S2-ге қатынасын табуымыз керек. Жалпы конденсатордың сыйымдылығының формуласы эпсилон нолевой S1 бөлінген D1. Бірінші конденсатор үшін. Тура осылай екінші конденсатор үшін жазатын болсақ, эпсилон нолевой S2 бөлінген D2 болады. Енді бізде конденсатор шаршы түрінде. Сонда эпсилон нолевой S1 деген шаршының ауданы ол А квадрат. Сонда қабырғасының квадраты. Қабырғасы бізде мынау А1 деген. 10 көбейту 10-ның -2 дәрежесінің квадраты болады.
Ал d1 дегеніміз міне 4 көбейту 10-ның минус 3 астарларының арасы. Дәл солай эпсилон нолевой S2 ол бізде А2-нің квадраты 5 көбейту 10-ның минус 2 дәрежесінің квадраты болады. Оны бөлемін d2-ге 1 көбейту 10-ның минус 3-ге. Енді осыны есептейміз. Эпсилон нолевой 10-ның квадраты ол бізде 100 болады, көбейту 10-ның минус 4 болады. Ал бөлемін 4 көбейту 10-ның минус 3-ге көбейтілген. Бізде мынау сан мәндерінің орны ауысады. 1 көбейту 10-ның минус 3 эпсилон нолевой 25 көбейту 10-ның минус 4 болады. Енді мына жердегі эпсилон мен эпсилон қысқарады, Е0 мен Е0 кетеді. Бізде 10-ның минус 3 пен 10-ның минус 3 кетеді. 10-ның минус 4 пен 10-ның минус 4 тоже кетеді. Енді бізде 100 бен 25 қысқарады. 100-ді 25-ке бөлсек, ол нәрде 4 болады. Сонда 4-ті 4-ке бөлетін болсақ, 1 қалады екен. Екеуінің қатынасы 1-ге тең болады. Так, кеттік ары қарай. Бізде S1 конденсаторы бір-бірінен 4 мм қашықтықта орналасқан, қырының ұзындығы 10 см шаршы түріндегі жазық параллель пластиналардан тұрады. Жаңағы сол есеп. Ал енді бұл жерде бысында айтады. Егер S2 конденсаторының астарларының арасын маймен толтырса, сыйымдылықтар қатынасы қалай өзгеретін туралы дәлелді қорытынды жасаңыз дейді. Дәл солай S1-дің S2 штрихқа қатынасы. Біздегі S1 тура жаңағыдай эпсилон нолевой S1 бөлінген d1 болады. Ал S2 эпсилон нолевой S2 бөлінген d2 болады. Біздегі мына жердегі E1 мынау E2 болады. Біздегі E1 конденсатор, S1 конденсаторының электрик өтімділігі 1-ге тең, ал S2-нікі міне арасын маймен толтырғандықтан оның электрик өтімділігі 2-де 1-ге тең болды. Енді осыларды қойып жазамыз. Яғни эпсилон 1 дегеніміз 1-ге тең, эпсилон нолевой S1 дегеніміз жаңағы қырының ұзындығы 10 см, яғни 10 көбейту 10-ның минус 2 дәрежесінің квадраты болады, квадраттайтын болсақ. Ал d1 деп отқанымыз 4 көбейту 10-ның минус 3 көбейтемін. Біздегі d2 деп отқанымыз 1 көбейту 10-ның минус 3, ал эпсилон 2 деп отқанымыз ол бізде 2-де 1 көбейтілген. Эпсилон нолевой, ал S2 деп отқанымыз ол 5 көбейту 10-ның минус 2 дәрежесінің квадраты болады. Бізде эпсилон нолевой мен эпсилон нолевой қысқарады. Так, мына жерде не қалды сонда? 100 көбейту 10-ның минус 4 көбейту 10-ның минус 3 бөлемін. 4 көбейтілген 10-ның минус 3 көбейтемін. 2-ден 1 көбейтілген 25 10-ның минус 4 болады. Сонда мына жерде 10-ның минус 4 пен 10-ның минус 4 қысқарады. 10-ның минус 3 пен 10-ның минус 3 тоже қысқарады. 25-ті 4-ке көбейтсек 100 болады. 25 пен 4 мына жердегі 100-бен қысқарып кетеді. Сонда бізде қалатын нәрсе 1 бөлінген 2,1 немесе біз бұны жуықтап 2-ден 1 деп жазуымызға болады екен. Кеттік келесі. Электр сыйымдылығы ұғымына анықтама беріңіз. Электр сыйымдылық өткізгіштер жүйесінің электр зарядтарын жинау және ұстап тұру қабілетін сипаттайтын физикалық шама. Ал конденсаторлар қолдануының бір себебі олардың электр энергиясын сақтауға болатыны. Конденсаторларда электр энергиясы қалай сақталатыны туралы қысқаша түсіндіріңіз. Зарядталған конденсатор қуат көзінен ажыратылған кезде заряд оның үстінде қалады. Конденсатор бұл зарядты басқа конденсатормен бөлісе алады. Егер ол зарядталмаса және зарядталған болса, онда заряд қайта тартылуы мүмкін, бірақ жоғалып кетпейді. Келесі. Сыйымдылығы 1200 микрофарад конденсаторының астарлары арасындағы потенциалдар айырымы 50 вольттен 15 вольтқа дейін өзгергенде конденсатордағы электр энергиясының өзгерісін есептеңіз дейді. Бізде жалпы электр энергиясының өзгерісі ол дельта W. Ол тең болады S U1-дің квадраты бөлінген 2 азайтылған S U2-ның квадраты бөлінген 2 болады. Енді орындарына қойып есептейміз.
s деп отқанымыз ол бізге 1200 көбейту 10 минус 6, оны көбейтем u1-дің квадраты, ол менде 50-дің квадраты 2500 бөлінген 2. Азайтамын, бізде s деп отқаным 1200 көбейту 10 минус 6, ал u2-ның квадраты деп отқаным 15, ол 225 бөлінген 2 болады. Енді осыны есептейміз. Ол 1.365.000 көбейтілген 10 минус 6 дәрежесі джоуль немесе 1.365 джоуль деп жазуымызға болады. Осымен видео сабақ аяқталды. Егер видео сабақ ұнаса каналға тіркел, лайк бас, все қоңыраушасын басып қой, видео сабақ достарыңа тарат.